Зухра мен Бексұлтан ресми түрде ажырасып кетті. Қосылайық тележобасының 3-ші маусымының қатысушылары Бексұлтан мен Зухра ресми түрде ажырасты. Олар мұны бір апта бойы жасырып, ақыры Зухра әлеуметтік желіде ажырасу туралы ресми мәлімдеме жасады. Сондықтан жанкүйерлер оның дайректінен Бексұлтан мен неліктен ажырасқанын сұрай береді. Жауап ретінде Зухра өз сторисінде олардың барлығына алдағы уақытта жауап беретінін айтты. Естеріңізге сала кетейік, Бексұлтан мен Зухра бір апта бұрын әлеуметтік желідегі парақшаларында бір-бірінің суреті мен видеосын және барлық отбасылық естеліктерін өшіріп тастаған болатын. Желі қолданушылары Бексұлтан мен Зухрадан бір-бірін не үшін өшіргендерін күнде сұрайды. Кейбіреулер бұл уақытша хайп болуы мүмкін деп отыр. Бірақ олардың арасындағы қарым-қатынас күрт өзгеріп, Бексұлтан да Зухрамен байланысты барлық естеліктерін желіден өшіріп тастады. Қазір Зухра баласымен анасының үйінде тұрады. Күнделікті видеоларында ол анасының үйінде жүргенін айтады. Бірақ Зухраның Алма-Ситиден сатып алған үйі Зухраға тиесілі. Бексұлтанның үйі емес. Бірақ үйді жөндеу үшін бірге жұмыс істеп, заманауи үлгіде үйге ремонт жасаған болатын. Зухра бір бөлмелі үйін Бексұлтанға берген болуы әбден мүмкін. Ол жағы әлі белгісіз. Бірақ жақында Зухра әлеуметтік желіде Алматыдан 2 бірдей жаңа пәтер сатып алғанын хабарлады. Осылайша ол бір жылдың ішінде 3 жаңа үйдің иесі атанды. Бірінші күйеуімен ажырасқаннан кейін олар тұрған ортақ үйге Зухра ие болды. Бірақ бұрынғы күйеуі үйді сот арқылы тартып алып, баласымен бірге үйден қуып шыққан болатын. Аз уақыттан кейін, Бексұлтанға тұрмысқа шыққаннан кейін, Зухра бір емес екі емес. 3 жаңа үйдің иесі атанды. Бірақ мәселе Бексұлтанмен бірге Алма-Ситиден сатып алған үйінен туындауы мүмкін. Ол үйде ажырасқан Бексұлтанның да үлесі көп. Қалай болғанда да олардың отбасы қалпына келеді деп сенеміз. Бірақ олардың арасындағы қарым-қатынас күрделі болып кеткенін ескерсек, соңында қосылмауы мүмкін. Бексұлтан 2 қызымен бірінші әйеліне қосылуы мүмкін. Қалай болғанда да жағдай олардың таңдауы.